өзім денсаулығым болмай инстаграмнан осы чудо-трактың рекламасын көріп, біреу артынан телефонын іздеп, Айнаш ханымның телефонын алып, звондап өшіге келдім. Сөйтіп, тек қана мен чудо-трактың осы несін алып кеттім. Сөйттім да, бір аптаның ішінде маған бұның көрсеткіші өтімдегі тасының приступын, одан қалай десе аллергиямды екеуін тоқтатып десем болады. Одан кейін менде бір жылда клемекс барды ғой. Клемексімді де ретке келіп, оны да қуанып қалдым. Қандай керемет. Одан осыларды ішіп мен приступымен аллергиямды қойдырам деп жүрген кезде менің белімде грижа, оң аяғымда артрозым бар еді. Бұлардың қойғанын білмей қаптым мен. Докторға бардыңыз? Докторға бардым, МРТ-ге жіберді. МРТ-ден кейін докторға бардым. Апай, жалығыңыз не қазір деді. Менде қазір жалып жоқ, белімде, аяғымда қақсағанын көріп қалдым, бірақ МРТ-нікімен заключение алайын деп жібердім, бірақ шығады. Сөйтіп, апай, шөптеріңізді іше беріңіз, бірақ аяғыңызға кальций киіңіз. Көп жүресіз, сізде кішкентай сары су жиналған. Соны сары су жиналған сайын тізеге күшті. Так, результат күшті деді ме? Жақсы деді. Не ішіп жатсыз деп айтты ма? Айтты, мен наны ол кісіге көрсеттім. Сөйтем, ой, жақсы екен ғой, не деді, қан тазалап, іштегі токсиндерді тазалайтын шөп-дәрі екен. Іше беріңіз, оның ешқандай зияны жоқ деді. Результаты күшті екен деді. Результаты деген айта алмаймын. Мен шыны керек, берген қалаға барып келсем, декабрь